Осы екі ғана ингредиентті қолданып, біз таңғы асқа дәмді май дайындай аламыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ауылдағы әжелердің рецептісі бойынша жасалатын әдіс. Қажетті заттар: магазин майы мен тұз. Бөлме температурасындағы майды осылайша етіп турап аламыз. Қызып тұрған кішкентай қазанға немесе сотейникке майды салып араластырамыз ерігенше. Осылайша еру қажет. 4-5 минут қайнағаннан кейін тұзды салып араластырамыз. Тағы да 1-2 минут қайнатып аламыз. Астын жай қойып қоямыз. Суығаннан кейін тарелкаға құямыз. Тағы да кішкене 1-2 минутқа қойып қою қажет. Майымыз дайын болғанда дастарханға қоя берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі магазинский майлардан қарағанда өзгеше.